Барлығына сәлем. Кей кездері медицинада түсініксіз жағдайлар орын алады. Егер біреу 47-ші қабаттан құлап аман қалды десе, 99% адам сенбес еді. Бұндай жағдайдан да аман қалған адам бар екен. Сіздермен бірге БНТ арнасы бүгінгі видеода өлім аузынан аман қалған адамдар туралы айтатын боламыз. 24 жастағы үндістандық Супрадин Дата 2008 жылы жол апатынан ауыр жарақат алған. Жол апатында оның көкірегіне темір кіріп кеткен. 6 сағатқа созылған операцияда дәрігерлер оның өмірі үшін қауіпті болған темірді алып тастаған. Бұл темір жүрегінен бірнеше миллиметр алыста өкпені тесіп өткен еді. Бұған қарамастан операция сәтті өткен. Мың 1995 жылы қытайлық Тeng Shuwen атты азамат жүк машинасының астында қалып кеткен. Және оның денесі екіге бөлініп кеткен еді. Дененің қалған бөлігі 66 сантиметрді құраған. Ол бірнеше операцияны басынан өткізген және де айығып кеткен. Бұл қытайлық азамат денесінің жартысы жоқ болса да өз өмірін жалғастыруда және де протез аяқтарымен жүруде. 2009 жылы Катерина Бургер атты қыз сұмдық апатқа ұшырады. Ұзақ уақытқа созылған операцияда дәрігерлер оның денесіне 11 титанды шпиль арқылы қалпына келтірді. Бұл шпильдер оның мойнына, омыртқасына, аяқтарына және бір винт мойнını тік ұстап тұру үшін орнатылды. 5 ай уақыт өткеннен кейін ол түгелдей айығып, модель бөлімшесінде жұмыс жасай бастады. 2008 жылы Николас Ховермен атты балақай видео ойнап жүріп құлап кеткен. Нәтижеде жерде жатқан кілт баланың көзіне кіріп кеткен. Рентген нәтижесінде кілттің миға дейін жеткені көрсетілген. Дәрігерлер баланың миына ешқандай зақым тигізбей, кілтті алып тастаған. Дәрігерлердің айтуынша, баланың көру қабілетіне ешқандай зиян тимеген. 2007 жылы бей ғимаратта айна тазалаушы болып жұмыс жасайтын Алсадес Морено 47-ші қабаттан құлаған. Онымен бірге құлаған ағасы қаза тапқан. Алайда Морено ауыр дене жарақаттарын алған болса да тірі қалды. Ол 16 операцияны басынан өткізген. Алайда 6 айдан кейін аяққа тұрып кеткен. Достар, осымен видео соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған БНТ арнасы.